Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен түрік халқының симитті деп аталатын тоқаштарының рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға қантымызды және құрғақ ащытқымызды саламыз. Үстіне жылы суымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң тұзымызды салып, тағы да араластырамыз. Енді үстіне тоқтатпай араластырып отырып, жылы сүтімізді қосамыз. Алдын ала илектен өткізілген ұнымызды қосып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз кішкене бірге бастаған кезде үстіне бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды қосып, тағы да иі қанғанша 5-10 минуттай илейміз. Қамырымыз осылай қолға жабыспайтындай болуы тиіс. Енді бетін ас пленкасымен жауып, жылы жерге 45 минутқа немесе 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше карамельді сиропын дайындаймыз. Ол үшін осындай асты қалың темір ыдысымызға қантымызды салып, жай отымызға қоямыз. Қантымыз біркелкі болып иіру үшін бәрін араластырмаймыз. Тек видеодағыдай шетін осылай араластырсаңыздар болады. Қантымыз осылай толықтай еріген кезде үстіне қайнаған суымызды құямыз. Аз-аздан құйып отырып, осылай араластырып отырамыз. Су мен карамеліміз араласқан соң, отымызды өшіріп, тез суы үшін осындай тарелкамызға құйып қоямыз. Осымен карамельді сиропымыз дайын болды. Енді газға құрғақ табамызды қойып, ішіне күнжітімізді салып, видеодағыдай қуырып аламыз.
көтеріміздің үстіне осылай ұнымызды сеуіп, көтерілген қамырымызды ыдысынан босатамыз. Менде қамырым 1,5 сағаттан соң көтерілді. Видеодағыдай сопақша етіп формаға келтіріп алып, 8 бөлікке бөлеміз. Әр бөлікті осылай дөңгелектеп аламыз. Беті кеуіп кетпес үшін осылай ас пленкасымен жауып қоямыз. Енді біреуін алып осылай дөңгелектеп созып, екі бүктеп бір-біріне айқастырып, симит тоқаштарымызды түйеміз. Ең ұштарын осылай бір-біріне біріктіреміз. Түйген тоқаштарымызды осылай бірінші суылған карамельді соусымызға аунатып аламыз екі жағынан. Сосын алдын ала қуырып қойған күнжітімізге аунатып аламыз. Бірден пергамент қағаз түзілген формамызға саламыз. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 25-30 минутта қызарғанша пісіріп аламыз. Осымен өте оңай жасалатын түрік халқының симит тоқаштары дайын болды. Видео рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған Әсел. Келесі видеода кездескенше. Келесі видеода қандай рецепт көргілеріңіз келеді, пікір жазып қалдырыңыздар.